Саламатсыздар ма? Бүгін біз картоптан чипсы жасаймыз. Неге чипсы дейсіздер? Себебі сол баяғы балалардың сұрауы, яғни дүкеннен чипсы алып жемес үшін. Білесіздер ғой, дүкеннің чипсының ешқандай пайдасы жоқ, зияны болмаса. Сол себептен үй жағдайындағы чипсы дайындауға бел будым. Ол үшін бізге үйдегі бар тағамдар, яғни ингредиенттер: картоп, қарапайым тұз және шемішкі май қажет. Мынадай құрылғы терка, яғни әшейін жаңа морковь кесетін, бірақ бұның егер өзін турасаңыз, өткізсеңіз картопты бұдан жуандау болып шығады чипсы картоғыңыз. Ол үшін маған балалар мынадай, енді мүмкін күлкілі шығар, маған ыңғайлы әрине, DVD-ден, мынандай дискіден DVD-ден кесіп берген, мына жерге ыңғайлы қылып салуға. Меніңше бұны Умелая ТВ деген YouTube каналынан алған болу керек, яғни сол каналға рахметімізді айтамыз. Және картоғымызды өткізейік. Мен бұға қондырып аласыздар. Картопты алдын ала аршылып жуылған картопты өткіземіз. Ал көрейік, бастайық. Яғни, расында да қолдарыңызды байқаңыздар. Расында да, мінекей, көрдіңіздер ғой, жұқа болып кесіліп жатыр, картоп жұқа және тез. Егер өзін кесіп көрсек, biraz көрейін. Шамалы қалыңдау сияқты. Расында да кішкене ғана миллиметр айырмашылығы. Осы картоптың барлығын енді бізге теркіден өткізу керек. Міне біз жаңа картоғымызды теркіден өткізіп алдық. Енді бұған тұз себеміз картопқа. Тұзды сеуіп, араластырып, 1 минуттай уақытқа қоя тұру керек. Дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады, кептірілген укроп, бірақ бүгін тек қана мен тұзбен шектеліп отырмын. Алдын ала қыздырылған майға картоғымызды саламыз. Салымыз керек. Және оны әбден қызарғанша қуырамыз картопты. Ол шарап қалады. Және араластырып тұру керек. Міне, біздің қытырлақ чипсымыз дайын болды. Үйлеріңізде өздеріңіз пісіріп көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.